Сәлем достар, өзімнің контактедегі ойлар тобын айтқым келеді. Дәл қазір 264 мың подписчик болғанымен ақпарат өте төмен түсіп кетті, себебі 6 айдай пост салмадым ау деймін. Бір-екі рет сап қоям, ұмытып кетем, бір-екі рет сап қоям, ұмытып кетем. Қазір қарап отырсаңыздар 2 пост салдым. 15 минуттың ішінде 270 адам қарады, бұл өте аз деп ойлаймын. Негізі кезінде бұл әжептәуір дүркіреген топ еді. Қазір статистикасын қарайықшы, қарағым да келмейді. Мінекей түсіп кеткен ақпарат. Бүгінгі салғаннан көтеріліп жатыр. Жалпы осы активностьте түсіп кеткен. Айтайын дегенім, жалпы бұмен айналыссаң ақша табуға болады, яғни монетизация жолдары бар. ВКонтакте бізге видеоны монетизация жасауға болады дейді. Одан бөлек партнерский программа бар. Ақпарат 7500-ден асса. Одан бөлек ВК донат бар, яғни сіз платный подписка қылып, группаға ақша жинай аласыздар. Одан бөлек маркет платформа, яғни автоматты түрде сізге рекламалар түсіп тұрады. Менде автоматты түрде рекламалар келген, өзі ақша береді. Одан бөлек мини-апс, приложение арқылы ақша табуға болады. Одан бөлек аудионы монетизация жасауға болады, товарды, одан бөлек услуга сатуға болады деген секілді. Нативная реклама да бар. Жолдар өте көп. Мен яқта монетизацияны қарасам, счетымда 1124 рубль бар екен. Теңгемен шаққанда жобамен 6,5-7 мың теңге. Көріп отырсыздар, міне кезіне түскен. Бізде әр неде кейде ұмытып кеткен жарнамаларын бар, яғни қабылдамағанымды. Оны өте көп. Негізі дұрыс айналсаң, әжептәуір қаржы табуға болады.